мен сол кезде бірінші рет аузымнан мынадай позитивный сөз шығады. Мен бастаған ісімді соңына дейін жеткізем деп айтам. Негізі ондай емес қой, просто мен күшті болып көрінгім келеді ғой, енді алғаш танысып жатқаннан кейін маска киіп деген сияқты. Бірақ осы бір сөз просто аузымнан шықты. И прикиньте, ұялғаннан мен сондай болып кеттім ғой. От того, что мен бір рет уже айтып қойдым, және ол сөзім мен далада қалмау керек, мен өзімді лох сезінгім келмейді деген ощущение болды да. И мен жолдасым енді ол кезде жігітім болған, үнемі қасымда ғой, үнемі мен не істеп жүргенін барлығын біледі. И мен сол адамнан ұялғаннан дисциплинасы мықты адамға қалай айналғанымды өзім түсінбей қалдым. То есть самопрограммирование деген, егер сіз үнемі өзіңіз туралы негативный нәрселерді айта беретін болсаңыз, өмір сізге тура сондай нәрселерді көрсете береді ғой. Ал егер сіз өзіңіз туралы бір позитивный установканы мына жағыңызға бір меңгеріп алсаңыз, яғни бір құйып жіберсеңіз, мен енді бастаған ісімді всегда соңына дейін жеткіземін деп, осы сөзді адамдарға айта беру арқылы сіз ұялғаннан сондай болып кетеді екен.